жалпы күміс қасиетті нәрсе. Жалпы күмісті қолға да тағамыз, иә. Күміс қолында күмісі бар әйелдің қолынан ас іш деп айтады. Қолында күміс тақпаған әйелдің тамағы таза емес деп те айтып жатады, иә, мысалы. Адалдықты, тазалықты білдіреді. Күміс жалпы бактерияға қарсы қасиеті бар. Организмде бактерияларды өлтіреді, зиян нәрселерді шығарады, емдейді организмді. Мына жантақпен қосып сол күмісті шығарып беріп отыр. Жалпы жантақтың қасиеті многофункционалный дейді ғой, жан жақты жұмыс жасайды. Жантақтың құрамында барлық нәрсе, витамин, бүкіл элементтердің барлығы болғандықтан бұл қазір қарасаңыздар, міне көптеген мысалы өнімдерді айтып жатырамыз ғой. Бас ауруға да, іш ауруға да, бәріне де, тіпті онкологияны да жазады деп кейде бір асыра сілтеп жатамыз, иә. Бірақ шынымен келгенде де мына жантақ өнімін біздер онкоклеткаға пайдалана аламыз. Бұл дейтін өте широкий спектр дейді медицинада да. Жалпы қасиеті верблюжий колючка деп айтады. Шөптері бар бізде аптекаларда, широкий спектр. Әсіресе мына белден төмен қарай қол жолдарына жақсы сіңдіреді. Тас болса, құм болса, соларды шығаруға, уатып шығаруға, сосын геморройда, жантақтың тұнбасы да былай ішкен кезде де жантақтың әсері өте күшті. Жалпы сосын жантақ медицинада мысалы көбіне туберкулезный ауруларда рационда біздер шұбат береміз. Неге? Себебі шұбаттың құрамы өте керемет. Ол жаңағы иммунитетті көтереді, анемиядан алдын алады, ауруға қарсы тұратын қасиеті бар. Оның бәрі неге десеңіз, ол мына жантақ, түйе жантақ жегеннің әсерінен. Жантақты жеген түйенің шұбатының емдік қасиеті жоғары. Жалпы мына қымыз бен шұбатты салыстырғанда шұбаттың қасиеті жоғары. Және түйе шөлге шыдамды мал, ұзақ өмір сүретін жаңағыдай сондай мал ретінде де бұл организмге, бұны жантақты қолданған кезде организмде көптеген ауруларға шыдамдылық, жаңа қарсы тұру, иммунитетін жоғарылату сияқты адамда қасиет пайда болады да, тұрақты пайдаланған кезде. Және бұл организмнен жантақ бактерияға қарсы жұмыс жасағаннан вирустарды, бактерияларды шығарып отырады, зиянды нәрселерді шығарып отырады. Организмнен зиянды нәрселер уақытылы шығып отырған кезде сіздерде көптеген аурулардан тазара бастайсыздар. Әсіресе мына холестерин төмендесе давление жақсы болады, иә. Анемиясы бар адамдардың мына осы жантақтың арқасында жаңағы қанның құрамы, бұнда железо да бар. Қанның құрамы жақсарып, адамның иммунитеті жақсарып, адамға күш қуат береді. Бұл мына айттым ғой жаңа, оларда рационға шұбат береміз деп. Неге? Потому что туберкулезный құрттың ауруы организмде өкпені жеп жатыр. Оған бір бергенде бірнеше препарат береді. 30-40 таблетканы бір ішеді. Ол бір жағынан ана құртты өлтіргенмен, екінші жағынан бауырға, бүйрекке зиян тигізіп жатыр. Жаңағы дәрілер. Сол себепті оған қоса мына шұбатты бергенде организмнің күш қуатын арттыру мақсатында береді. Организм ана дәріге де, дәріні де ішкен кезде көтеру керек. Ол да химиялық зат қой. Соны көтеру үшін сонда шұбат береді. Tamam, İstediğim sevilen oldum, yolunu gözledim. Бірінші мына жантақ барлық 3 түрі де бар бізде. 3 түрінде де основной вещество дейді ғой, негізі жантақ өнімі. Но ішіне күміс қосылған біреуі хлорелла қосылған, үшінші лецитин қосылған. Күмістің қасиеті микробқа қарсы, бактерияға қарсы, организм тазалауға өте керемет нәрсе. Күміс суы деген бар, иә, адамдар ішіп жүреді. Оны ішкенде көптеген жаралар кетеді, организм тазаланады. Ішкі құрылыс тазаланса, организмнің сырты тазаланады. Енді бір екінші түрі бізде мына жерде хлорелла қосылған түрі, иә. Хлорелла қосылған, бұл да жерасты қыртысынан алынады. Хлорелла деген бұл енді балдыр
балдар. Біздің әсіресе мына батыс өлкесінде біздер йода дефицитіне аймаққа жатамыз. Бізде зоб эндокринный аурулар өте көп. Бізге йод жетіспейді. Но біздер көбіміз көресіздер ғой, иә? Жаңағы нелерді ішіп атамыз, мына Meren Health деді, да, мысалы, Японияның жаңа йод, жаңағы Окинава осы несінен алынған деп әкеліп, осы $100 бәрі ішіп жатты. Но ол бір адамдарға әсер етті, бір адамдарға әсер етпеді. Неге? Себебі ол жаңағы теңізден алынған. Оның табиғаты бөлек еліміздің. Біздер құрлықтың адамымыз. Біз теңізде өсіп жатқан адам емеспіз. Сондықтан ол теңіздің жағасында, мысалы, Ақтау сияқты өмір бойы жерге келіп, теңіздің жағасында өскен климаты соған лайықты адамдарға жақсы әсерін береді де, ал біз сияқты теңіз көрмеген адамдарға бірден әсерін бермейді. Ал мынау біздің жерасты қыртысынан алынған нәрсе хлореллада дәл сондай йодқа бай. Әрі іштегі зиянды нәрселер шығарады. Мына шуаш дейміз ғой, аяқтың шуаш жаман иісі, грибок қой. Сол грибок, қолтықтың иісі, тердің иісі дейміз ғой, иә? Сол иістерді кетіретін. Сосын асқазан жолдарын тазалайды. Филокобактерия дейміз, иә, асқазанда көбіне аузымыздан жағымсыз иіс шығады ғой. Оны көбі тістен деп жатады, иә, бірақ ол филокобактерия деген бар. Организм иммунитет төмендеген кезде олар күшейіп кетеді. Сол филокобактерияды да мынау жойып отырады. Бірақ бізде бұл өнімдерді тұрақты біз жоқ дегенде 6 айдай ішуіміз керек бұл организмге. Бұлар батқа жатпайды. Бұл клеточный уровеньде питание сияқты әсер етеді бізге. Бұл және біздерге ыңғайлы, міне көріп отырсыздар, сұйық күйде жасалынған пипеткамен. Бұл жаңа 1 жастан бастап балаларға қолдануға болады. Ешқандай зиянсыз, даже беременный келіншектерге де болады. Мынау жаңа зиянсыз нәрселер қай-қайсы да, үшеуіне де қатысты айтып отқаным, балаларға да, жүкті әйелдерге де, үлкендерге де, кішілерге де болады. Негізі көптеген ауру, жалпы біздер медицинада оқығанда да аурудың бәрі ластан деп айтамыз. Аурудың бәрі. Біздер қанша дегенмен лас ауа жұтып жатыр. Кейде тамақтардан ашыған тамақтардан, мысалы, лас нәрселер кіріп жатыр организмімізге. Сосын біздің организміміз жалпы кіріс бар, шығыс жоқ. Көбіне көп іш қату көп болады адамдарда, иә? Соның әсерінен біздің организм ішкі жағымыз ластанғандықтан уақытылы бізде процесс жүрмегендіктен көптеген ауруларға шалдығамыз. Көп жағдайда біздер жас кезімізде, организміміз бодрый кезде, біздерде ол организміміз күші көп болған кезде организмге жинай береміз. 40-тан кейін ауруларымыз шығады деп айтамыз ғой. 40-тан кейін организм әлсірей бастайды. 40-қа дейін организм өзі шығаратын коэнзим сияқты жаңағы өзі вырабатывать ететін нәрселер бар ғой. Сол 40-тан кейін уже нашарлаған кезде, 40-тан кейін гормонның жұмысы азаяды. Әсіресе әйел адамдарда, мысалы, климакс ерте қалса, уже гормонның нарушение, ол гормонның бұзылысы басталғаннан кейін уже организмде шаршау, әлсіреу басталады. Сол кезде бүкіл ауруларымыз шыға бастайды. Және 40 жылға жиналған біздің ішкі құрылысымызда, қатпарларында жиналған лас шлактардың барлығы ол өзімізге ауру болып, кері инфекция, кері жаңағы интоксикация дейді ғой, өзімізді уландырып, ішімізді зиянды бактериялар ашып, бактериялардың арқасынан түрлі аурулар пайда болады. Көп жағдайда организмде қазір үлкенде де, жаста да құрттар бар, глисталар. Сол құрттардың да әсерінен болады. Көптеген жағдайда солдан да болып жатады. Енді бізде үшінші біздің өніміміз лецитин деген өнім, оны бар ғой, барлығымыз ішуіміз керек. Мынау қазір барлық адамға керек. Жаңа туған сәбиге де керек. Көбіне көп черепной давлениемен туып жатыр. Ал ол черепной давлениемен тууына себеп болып жатқан бір жағынан ананың да денсаулығының нашарлығы бар. Беременностьті пландап жүрген кезде міндетті түрде мына жас келіндерге осыны ішкізіңіздер. Және мына алғашқы айларында көбіне көп токсикоз болады, иә, әйел адамдар. Сол токсикоз болады көбіне көп, нерв жүйесі баланың 2 ай жарымда уже нерв клеткасы дамый бастайды. Сол кезде көбіне көп әйелдерде токсикоз болады. Қара суға да құсып жатады, тамақ ішпейді. Сол кезде витамин жетіспейді. Сол кезде мына нерв жүйесі дамығанда жетіспеушіліктің кесірінен көп жағдайда
сол неврологический Басқа жетіспеушіліктер пайда адамдарға болады барып айта және беріватсың да, мынандай родық көп нәрсе деп. жағдайда травма болады ғой. Родық травма алғаннан Басталып болған кезде. черепной давление де содан Енді пайда айтып болады. отырмын, ей, Одан кейін көп осындай болып жағдайда жатыр, осындай адамдар стресс деп жеңіл бастап босандым деп жатыр. жатады, быстрый роды деп жатады ғой, тез Aa, босанып қалдым деп tamam. өздері мәз болып жатады, но бірақ Ай, маған быстрый ең роды да маған балаға үйден әсерін күтіп отырсам тигізеді. осындай Тез болып жатыр. босануға да болмайды Маған негізі. ақша керек. Ол да баланың Бәрімізге басына ақша әсерін керек. тигізеді, Кредитің миына. бар ма? Сол Бар. себепті мына Басқаң көп бар ма? жағдайда Бар. балаларды Бар ма? мысалы Бар. Тез ақша черепной керек па? давление Керек. кейбір кішкентай балаларда Бетің білінбей әдемі өтеді. азып келсін. Бала кезінде Әдемі кішкентай бетің айлық азып кездерінде білінбейді. А кейбір балдарда енді деп жылай тұратын. бергесін, дәрігерге апарып, сонда барып Негізі, анықтап жатады білмеймін ғой. енді Ал кішкене дұрыстап көріп көп алайын. балдарда білінбей жатады. А ол өсе келе 15-16 жастарға келгенде мына переходной возраст дейді ғой, гормоналдық өзгерістер пайда болған кезде организмде, сол кезде білінуі мүмкін, бас ауруы болуы мүмкін, я болмаса эпилепсия сияқты талма аурулары болып біліне бастайды. Ол уже поздний период болып қалады да. Сол үшін алдын алу мақсатында біздер кішкентай кезінде міндетті түрде 3 айлығында невропатологтан өткіземіз. Сол мана лецитин сол мидың жұмысын жақсартады. Мамаңа пиеданың бар ғой, Бала кезінде айтып жақсылап беріңдерші. берсеңіздер, Мен мидың постоянно жақсы мама дамуы беремін жақсы. ғой, Және мен ол тек саған қана айтамын емес, ғой, сонымен ұмытып қатар кетемін. бізде қазір 2-ның бірінде Уже пальцидың, я менде бауыр едан майланған пальциларды. кезде Өткенде уже бесеуін бәрімізде алған хронический жаңағы уже қойылып қалған май жировой гепатоз деген 2-ның бірінде жировой гепатоз. Жировой гепатоз деген ол семіздіктен болмайды, арғы адамда да болады. Ол май бауырдың қабығының ластануы, Жоқ, пальциларынан да кішкентай. несінің майланып лас нәрсеге айналуы. Оны мына біздің лецитин тазалап отырады. Бауырдың гепатозды тазалайды, мидың жұмысын жақсартады, есте сақтау қабілетін дұрыстайды. Мына инсульт алған кісілерге инсульттан кейін памятін қалпына келтіруге жақсы көмегін тигізеді. Жалпы денім сау деп жүрген адамдарды есте сақтау қабілетін одан әрі жақсартады. Сосын мен үлкен кісілерге айтарым, алжу дейміз ғой, алжуды алдын алады, қазақша айтқанда. Коллагенде емес, Мысалы кейбір жетпіске келіп те қазір сенімен сөйлесіп отырып, қазір сен кімсің деп сұрақ қойып отыратын кісілер болады. Ұмытып қалады да, сондай. Ол да бір соның белгісі ғой. Ұмытшақтық, мына әсіресе мұғалімдер, мимен жұмыс жасайтын бухгалтерлер, осы міндетті түрде қолдану керек. Себебі олар мимен жұмыс жасайды, милары шаршайды, миларына нагрузка түседі. Осы лецитин өте керемет нәрсе. Алдағы уақытта бізге йод да қосылады деді, синий йод. Ол да керемет нәрсе. Мына аутизм, тілі шықпай жатқан ЗПР дейді ғой, ДЦП балаларға да берілген жақсы. ДЦП-дан жазылып кетпейді бала, но кішкене болса да балада өзгерістер пайда болады. Мысалы, дәрет етем деп қымдауы мүмкін. Я болмаса бір нәрсені ұстай алмаса, ұстауға қабілет жетуі мүмкін. Сондай бір өзгерістер болады. Ол енді түбегейлі жазып жібереді деп айтылмайды, бірақ кішкене болса да беті бері қарайды. Ол сондай ДЦП балдарды бағып жүрген аналар біледі, оларға қаншалықты қиын екенін. Олар мысалы көп балалар дәрет ететінін де айта алмайды, астына жіберіп қояды, памперспен жүреді. Ал енді мынадайларды ішкен кезде ол қанша дегенмен организмді жайлап отырып қалпына келтіреді ғой. Ол мысалы ымдап айтуы мүмкін, мен дәрет етем деген нәрсені ымдап түсіндіруі мүмкін. Ол да анасына жақсы. Мысалы дәретке отырғызады. Мысалы кейбір мысалы осы шөптерді ішіп, даже памперс тастадық деген адамдар бар. Мына жантақтың широкий спектр дейді ғой, широкий спектр бактерияға да қарсы, вирусқа да қарсы жұмыс жасайды. Организм таза болса, адам өзі организм көптеген аурудан арылады. Және ең керемет бір айтарым сіздерге, бұл раковый клетканың өсуін тежейді. Қазіргі кезде раковый аурулар жасарып кетті. Жастарда көп, білесіздер ме? Сондықтан да мынау біздің рационда, жалпы осы өнімдер біздің рационда болу керек күнделікті. Мына күміс қосылған жантақты
күнделікті Кого она су выберет ішетін себе адамдар такого? болса, литр баклажкаға Кімға су құйып таппесе. ішіп жүреді ғой адамдар, соған қосып қойыңыздар. Что Балаларыңызға делать? таңертең аш қарында бірінші жантақ қосылған суды ішкізіңіздер. Егер организмде іші қатып жүрген балдар болса, Мен просто аузы не сасып жүрген жіберген балдар ссылка, болса, тыңдаңыз мынаны барафил кіріп деп. қосылған жантақты міндетті түрде беріңіздер. Жайлап отырып ішті тазалайды бұлар. Қазір кезде мына кішкентай балдардың өздерінде ауыздары сасиды. Хилокобактерия бар. Олардың питаниесі дұрыс емес бір жағынан, ішкі құрылыстары дұрыс болмағандықтан оларда сондай ашу процестері жүріп жатыр. Енді ең кереметі айтып отырмын ғой, раковый клетканы алдын алады, өсуін тежейді деп. Сондықтан барлығымызда қазір білмейміз. Көп адамдар скринингтен өткенде біліп жатыр. Өздерінде раковый клетканың дамып жатқанын, онкологияға жіберіп жатыр. Сонда ғана анықтап біліп жатыр. Иә? Ал біз бәріміз де білмейміз бізде не болып жатқанын. Сондықтан мынау зиянсыз дүние, ешқандай зияны жоқ. Сол себепті пайдасы болмаса зияны жоқ. Бұны рационда қолданыңыздар. Және көп жағдайда біздерде внутренний наружный применение деген бар. Мен өзім наружный применение деп тұрса, кейбір бір компанияларда ішке де қолданып жатыр, тіл астына салып жатыр дейді да. Ол дұрыс емес. Егер ішінде жазылмаса, внутренний наружный деп оны қолдануға болмайды. Тек сыртқа деді ме, сыртқа қолдану керек. Ал мына біздің күміс қосылған мына жантағымыз и внутренний, и наружный применение. Организм мына жаралар болса, мына бактериялық қасиеті бар ғой, вирусқа, бактерияға, жаралардың бетін жууға, жағуға болады. Сондай несі бар. Мына қалай деп айтайын, жаралардың үстіне, сосын бір қанап қалған жағдайда бетіне инфекциядан тазалау үшін жағуға болады. Тез жазылуына жақсы әсерін тигізеді. Сондай қасиеті бар. Күмістің қасиеті бар еще, оған қоса жантақтың да қасиеті бар. Екеуі қосылғанда жақсы тез нәтижесін береді. Жалпы қысқа ғана айтқанда, осындай бұл анаған бола ма, мынаған бола ма деп сұрамаңыздар. Барлық нәрсені бұл тұрақты ішетін Менің болсаңыздар, сөзім өздеріңіз мынаған жаймен бола ма? отырып Түсіңдер, нәтижесін көресіздер. Мысалы, біреулер асқазанға деп ішеді, но аяғының қақсағаны кетуі мүмкін. Іші қатып жүрген адамды көбі іші қатып жүрсе де, мен оны проблема санамайды. Ішім нормально, 3 күнде 4 күнде барам дейді. Ол нормальный емес адам күніне жоқ 2 рет бару керек, жоқ дегенде 1 рет бару керек, күн сайын үлкен дәретке. Ал егер бармадыңыз ба, ол уже тревога. Тревога ол бір аурудың белгісі деген сөз. Ол жайлап барып іске асады ол ауру, бірден болмайды. Сондықтан сіздер қазір мынаны бір асқазаным бір нәрсеге де ішкенде іш қатуыңыз тоқтауы мүмкін. Түсіндіңіз бе? Иммунитетіңіз жақсарады. Ауруға қарсы тұру қабілетіңіз жақсарады. Жиі ауыратын адамдар болса, солардың иммунитеттері жақсарады. Сосын мына послеоперационный, до операции, мысалы дайындалып жатады ғой, сол адамдарға ішкізу керек. Онкологияда химия алып жүрген адамдар бар. Химияға бармастан бұрын бір ай қалғанда осы рационда осыларды ішіп жүріңіздер. Ол сіздерге иммунитеттеріңізді көтеріп, химияны жақсы көтеруге көмектеседі. И химиядан кейін де восстанавливающий период бар ғой. Сол кезде де сіздер тез қалпыларыңызға келуге жақсы көмектеседі. Операциядан кейін де дәл сондай. Сондай қасиеті бар. Бұл өте жақсы нәрсе. Бірақ сіздерге айтарым, ой, далада өсіп жатыр ғой деп, даладағы шөпке жармаса бермеңіздер. Оның улы түрлері болады. Оның сабағы мен тікенегінің өзі бөлек алынады екен. Химиялық дәрілер жасайды. Оны медицинада бұдан жантақтан алынған нәрселер геморрой мен өттегі, бүйректегі тастарды емдеуге қолданады. Өт айдайтын да қасиеті бар бұның, желчегонный. И жаңағы өттегі тасты көп жағдайда, өттегі тасты, бүйректегі тасты көп жағдайда ешқандай өнім шығарамын деп не бере алмайды, гарантия. Ал мына жерде именно тас айдауға, өт айдауға, бүйректегі құмды айдауға арнайы дәрілер шығарады медицинада, осы жантақтан алынады. Соған өте жақсы әсер етеді. Бүйрек ауыратын адамдар болса, тұрақты рационда ішкені жақсы. Геморроймен ауыратын ер адамдар болса, тоже. Даже женскийдан да
мына күміспен тампон жасап салсаңыздар да болады. Тампон жасап. Сосын мына енді бұл енді қалай нететін білмеймін. Тікшектеріңізде де мысалы геморрой болса, тікшектің айналасы рецепторге бай ғой. Тоже тікшекке де енді енгізу шприц арқылы ма бір варианттарын табады ғой адамдар. Енді оған тампон салынбайды, бірақ енді іштен ішеміз, бірақ кішкене жаңағыдай бір не жасауға болады. Геморрой болып жүрген адамдар, сыртына шығып кетіп, геморрой болып жүрген адамдарға кішкене не жасап, тампон құсатып, сыртынан наружный жасауға болады. Себебі тікшектің айналасы рецепторлар тез сіңеді да организмге нәтижесін жақсы береді. Сондай қасиеті бар. Қысқа айтқанда осындай. Енді сұрақтарыңыз болса, жауап берейін. Айтылмай қалған нәрселер болып жатса, тағы да айта жатармын. Өнім туралы сұрақтарыңыз бар ма? Керемет, Дайра ханым. Өз маманының жаңағы майталманы. Керемет жетеді. Саламатсыз ба, қайырлы кеш. Қайсысын қай уақытта ішетін айтып жібересіз ба? Бұны Қанша қай уақытта деген жоқ. Егер жалпы организм лас болса, таңертең аш қарында мына хлорелла бар ғой, соны аш қарында таңертең тұрғанда жылы сумен ішіп алыңыздар. Балаларыңызға да ішкізіңіздер. Қазір балалардың денсаулықтары нашар. Балалардың көбінің іші зашлакованный. Организмге мына. Сосын мен мына күміс қосылған суды айтар едім. Балаларыңыз мектепте болса, бутылкаға су бересіздер ғой ішуге. Соған қосып 6-7 тамшысын салып беріп жіберіңіздер. Өздеріңізде течение дня суға қосып іше беріңіздер. Лецитинді негізі 2 мезгіл ішкен жақсы. 2 мезгіл ішкенде енді профилактика ретінде 1 мезгілде болады. Салмаққа қарай, салмақтарыңыз болса, кішкене көбірек қосыңыздар. Негізі суточный 16 капель деп тұр ғой, 16-дан аспаса болады дейді. Аспау керек дейді. Енді асып кеткен жағдайда бұнда передозировка деген жоқ. Әлгі кішкене іш өтуі мүмкін, құсуы мүмкін, басқа зияны жоқ, организмге зияны жоқ. Просто артық қосылғанның нәрсесі организмнен босқа шығып қалады. Пайдасы да жоқ, зияны да жоқ, шығып қалады. Перецном ішуге бола ма, хлорелланы перецном? Перецном ішуге болады, таңертең слабительный қылып дәретке де апаруы мүмкін. Болады, олай да болады. Аш қарында ішкен, негізі аш қарында тез действие береді ғой. Аш қарында ішкенде жақсы. Енді ол мынадай деудің қажеті жоқ. Мына жатар алдында қанша дегенмен біздің ішкі неміз тамақ іштік қой целыйден. Көп адамдарда ол шығыш жоқ. Жатар алдында кішкене түнде оятып жіберуі мүмкін, енді білмеймін да. Ол ішкеннен кейін кішкене су ішкен жақсы. Мына өнімдерді ішкеннен кейін жалпы су ішкен жақсы. Су ішу керек. Жалпы күні бойы да су ішкен жақсы. Мынаның бір жақсысы бізде жеткін видео ғой. Концентрат болар. Концентрат деген нәрсе уже бұл суға езілу керек деген сөз. Бір тамшысының өзі кәдімгідей действие беретін нәрсе. Оны былай клясына сала салуға болмайды. Сумен, обязательно сумен ішу керек. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Рахмет. Бұл химиялық дәрі емес. Мысалы, қай уақытта ішеміз дейді. Біздер ана медицинаға үйреніп қалғанбыз ғой. Мысалы, химиялық дәрілерді организмнен кіретін уақыты бар, шығатын уақыты бар. Антибиотиктерді 6 сағат сайын салу керек, 8 сағат сайын салу керек. Действиесін жоймау үшін. Қазір 6 сағат болды ма, уже екінші дозировканы салу керек. Әйтпесе организмде тәуелділік деген пайда болады. Бұл ондай зат емес. Сондықтан бұл организмге 2 мезгілден ішсе де жақсы. Зиянды нәрселер жаймен, ол бірден әсер етпейді сіздерге. Жаймен. Өздеріңіз тұрақты ішіп отырсаңыздар, жақсы өздеріңіз білесіздер. Организмге бодрость береді. Өздеріңіз байқайсыздар. Өздеріңіз наблюдение жасаңыздар. Сосын сахары бар, давлениесі бар адамдар ішпестен бұрын анализ тапсырып алсаңыздар да болады. Бізде көп адамдар бар, ішіп жатырмын, дым әсері жоқ дейді. Но сондай адамдарға айтарым, давлениеңіз бар ма, сахарыңыз бар ма, әуелі осыларды ішпестен бұрын анализ өтіп алыңыз для себя. Содан кейін зобпен ауыратын адамдар обязательно пайдалану керек. Жалпы ертең бізге синий йод та келеді ғой, ол да керемет нәрсе. Сол кезде оны да қосасыздар. Саламатсыз ба?
сұрау ала ма? Айта беріңіз. Жаңа тыңдай алмай қалдым. Геморройға тампонды қай түрінен салады? Мына немен салған жақсы? Күміспен. Күміс өзі лечебный нәрсе ғой, оған жата қосылады. Енді тампон болғанда енді қараңыздар, ол мына сыртына шығып тұратын геморройлар бар ғой, соған мына повязка ұқсатып жасайсыздар ма? Біреулер байқамай құрсын ішіне бірдеңе салып жіберіп жүрмеңіздер. Ол женскийде емес, не тікшек деген қанша деген не ғой. Енді или тамызып, кішкене шприцпен қиып жіберіп істейсіздер ме, сондай бір нәрсе жасауға болады. Тікшектің айналасы рецепторларда тез сіңеді, сондай. И ішсеңіздер де, и тампон жасаңыздар деп, екі жақ жасаңыздар деп айтып атқаным ғой. Рахмет. Кеше Сәлеметсіз бе? Мен сұрағым бар еді. Қоя беріңіз. Менде өтте 3 сантиметр тас бар деп еді, соған іше берсем үктетім екен. Қорқпаңыз, іше беріңіз. Хлореладан бастаңыз, в течение дня күміс суды ішіңіз. Қорқпаңыздар. Вообще, мына тасы бар адамдар паника керек емес. Көп адамдар өздері паниковать етеді. Менде осындай бар еді, қозғалып кетеді ау дейді. Енді қуық жолдарында, протоктарда тұрған үлкен тастар болады, иә? Ол мынау кейбіреулері мысалы уатып шығарады дейді, кейбіреулер шлифовать етеді. Ол жуат жаймен отырып. Ол тас деген қатып қалған нәрсе ғой. Ол деген тас деген құмнан болады. Тас мысалы аспиринді көп ішкен адамдарда обязательно тас болады. Ол кульминация дейді организмде. Тасқа айналып жиналады. Сол шлифовать еткен нәрсе жайлап кішірейген кезде, егер протокта тұрса, ол протокқа түсіп кетіп, приступ береді. Одан да қорқпаңыздар. Оны операциямен нағыз сондайға барса, операциямен алынып қалатын зат қой. Бірақ ол енді біреулер түсінбей атады да, анау қозғап жіберді, соның кесірінен мен операцияға бардым деп басқаша айтып атады да. Ол кішірейгеннен қозғалып кетті. Кішірейді, қозғалып, ана жолға түсіп кетті. Түсіндіңіз бе? Жолды жауып тастады, қуық жолын жауып тастады. Сосын ол ауыртады ғой, приступ беріп. Көрдіңіз бе? Ол тұрған жеріне де байланысты. Егер протокта тұрса, вот сондай жағдай болуы мүмкін. Бірақ сіздер, сосын көп адамдар паниковать етпеңіздер. Мән бермей жүре беріңіздер. Тас бар екенінде. Сіз қазір сантиметрін біліп отырсыз ба? Тұрақты іше беріңіз. Тасқа деп ішпеңіз. Іше беріңіз. 2 айдан кейін қайтадан УЗИ түсіңіз, қараңыз. Бір кішкене болса, изменение болса, бұның өзі нәтиже. Рахмет көп. Өтті алдырмаңыздар. Өтті алдырып керек емес. кешәрі Дайра ханым өте керемет эфир болып жатыр. Сізге Алла разы болсын. Менде сұрақ бар еді. Ер кісілердің потенциясына қайсысын ішкен дұрыс? Ер адамдарға дейсіз бе? Потенцияға именно нені ішкен дұрыс? Күміспен де жақсы, лецитинді де қосыңыз. Күміспен жақсы. Сосын Күмісті бастай бет, или лецитинді ішін ба бірінші? Жантақтың өзі бар ғой, жантақтың өзі жалпы белден төмен жұмыс жасайды ғой. Белден төмен ауруларға медицинада. Простата бар, аденома простата бар, әйелдерде цистит дейді, соның бәріне жақсы әсерін береді. Тұрақты іше берсін, нәтижесін көресіздер. Сосын ер адам аяғын жылыстасын. Аяқтарын жылыстасын, әйел адамдарда, ер адамдарда. Ханым, бағана маған сұрақ қойылды. Именно еркектердің потенциясына қайсысынан бастап беруіме болады деп. Айтып отырмын ғой, күмісті беріңіздер. Күмістің қасиеті күшті, жалпы күмістің қасиеті күшті. Оған жантақ қосылғанда вообще жақсы нәтиже береді. Айтып отырмын ғой, жантақ медицинада сол белден төмен ауруларға арналады. Жалпы медицинада соған жасалынады. Геморройың бар, простатитің бар, женский циститің бар, аденома простата деген бар. Көп ер адамдар уже қазір кезде ерте 40-тан кейін простата болып жатыр ғой. Сосын жаңа айтып отырмын, аяқтарын жылыстау керек ер адамдар. Көбіне аяқтан тиген салқыннан ол ішіп жақсы болғанмен де аяғыңды жылыстамасаң қайталана береді. Хронический деген нәрсе болса. Рахмет, Алла разы болсын. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Керемет эфир болып жатыр, Дайра ханым. Супер. Қолымыздағы затымыздың құндылығын керемет қылып жеткізіп жатсыз. Көп рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Мен бір мысал айтып жіберейін өзім.
чатымда айтқанмын алдында. Мен өзімнің ағам белім ауырады деп келді. Туған ағам. Енді айта алмайды, ол кісі простата болып жүр екен. Себебі сөзінен байқап қалдым. Не деді? Түнімен сыртқа шығамын деді да. Сол сөзін байқап қалдым да, дедім, ол бірақ өзі белім ауырады, белім радикулит бірдеңе болған сияқты ауыр көтеріп қойдым ба деп, белден шойылып жүрмін деп айтты. Ол кезде мен бұл нәрсе жоқ, бұдан бір 5-6 жыл бұрынғы әңгіме. Мен сосын айттым, неде аптекада верблюжий колючка деген бар, жантақ. Соны ал да, соның тұнбасын іше бер дедім, қайнатып. Ол ағам айтты, ол енді аптекада бір 200 теңге тұрады негізі, арзан, біздің шөптер арзан ғой. Соған да ақшасын қимады ма? Ой, далада толып жатыр ғой құрсын. Ауылда мал бағатын еді ғой. Далада толып жатыр ғой, қайнатамда ішем ғой дейді. Бір күні үйге алып келді, қалада да үй бар, ауылда да нетеді. Қалаға алып келді ананы. Мен оған ұрсам да, сен уланып қаласың, даладағыны алма, қай уақытта алатынын білмейсің деп. Сол біреулердің айтуымен қарап алып алған, соны ішкен. Мә, мынадан керім болдым дейді ғой. Жаңағы сыртқа шығуында қойған, ол простатит болып жүрген ғой. Сол несі белім жазылды дейді, өзі айтады, енді мен де ұяламын оған айтуға. Ол да маған ұялады, туған ағам бөтен кісі ол емес. Содан деген ағам бас ауырса да сол жантақты ішеді, іші ауырса да жантақты ішеді, и жұртқа да соны айтады бар ғой. Бірақ ол аптекадан да алмайды, даладан теріп, соны не қылып алған. Адам өзі бір нәрседен жазылса, соны бір соған сыйынып кетеді ғой. Сол жантақты баяғыдан пайдаланады. Енді өткенде де мен ол кісіге біреуін подарить еттім. Бағасын айтқан жоқпын, осыны іше бер дедім. Мынау жантақтан жасалған дүние деп бергенмін, айтады. Мен өзімде бар ғой деп қояды. Даладағы шөпті ішеді ол кісі бірақ. Міне сондай қасиеті бар енді жантақтың, сондықтан ешқандай да зияны жоқ. Алып іше беріңіздер. Бізде осы жантақтың мекенінде тұрамыз дейін да, ауылдық жерде тұрамыз. Бізде қазір қып-қызыл болып дәндеп пісіп тұрған кез жантақтың. Соны бізде Астанада біздің туысқандарымыз тұрады, қайнағаларымыз, солар осы жақтан алдыртып, қап-қап жәшікпенен соны жантақты алдырып жатыр. Ол кісіде сахар бар да, соған ішемін, давлениесі бар деп. Соны біз енді бағаламайды екенбіз да. Бұның процесі күрделілеу. Біздер бер жағында ол да жақты, мед та алып жатыр қазір. Бірақ мынаның составы басқалау, жасалу жолдары басқаша. Сондықтан ол осындай бағада болатыны да сондықтан. Төлейік, қазір мен саған аударамын, мен Каспиінде ақша ойынды айтайын деген ғой енді. бәрін жетпей қалады. Дұрыс. Солай төлене ме екен? Иә, өткенде бөлістік. Мына біздің мына мен уақыт алып жатқан жоқпын ба, Әлия ханым? Жоқ. Бүгінгі эфир сізге арналады. Өйткені сізден кейін уже сөйлеу артық деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Маркетинг керек па? Күнде тыңдап жатсыздар ғой, маркетинг бүгін айтпай-ақ қойсақ, бүгін Дайра ханымды соңына дейін тыңдап, сұрақтарымызды қойсақ қалай қарайсыздар? Саламатсыз ба, Дайра ханым, сіз маркетингті де өлтіріп айтасыз ғой. Негізі әр жағын маркетингті Сонда бір қосып түсіндіріп жіберіңіз. өтсеңізші, маркетингті біз білмейміз мысалға, маркетинг жөнінде. Маркетингті де білгенде мен былай, оны да жалпақ тілмен айтайыншы, мен енді осы жерде отқан барша қазақ қой. Бұл өзіміздің Қазақстанда, мен өзім қазақ десе ішкен асым жерге қоям. Осы әрбір қазағым бай болса екен, бар болса екен деп. Бір грузин айтады дейді ғой, автобуста грузиндерде, Грузияда дейді, бір адам ақша төлемей кетіп батса, пускай төлемей ақ қойсын, байыса осы байысыншы деп айтады дейді. Бізде автобуста 80 теңге үшін жерден алып жерге салады ғой, төле деп, иә. Сол сияқты мен бір қазағым байыса байысыншы деп осы қазақтың әрбір компаниясын көтеріп жүрем өз басым. Және шетелдің продукциясын ішпеймін де, қолданбаймын да, бизнесін де жасаған емеспін. Неге десеңіз, мен фармацевт болғасын медициналық тұрғыдан қараймын. Шетелдің өнімдері жақсы ғой, жаман деп айтпаймын. Бірақ ол табиғаты бөлек болғасын, бізге мына Россияның өнімдері жақында болады, табиғатымыз жақында, басқа шетелдің өнімдері бізге бәрімізге бірдей әсерін бермейді. Оның табиғаты бөлек, жасалуы бөлек болғандықтан. Сол үшін де мен всегда айтып отырам, аптекада жасадым мен. Мен клиникалық фармацевт, мен еще акушеркмін. Мен осы өмірімнің көбі медицинаға арналған, жан-жақты жұмыс жасап келген адаммын. Енді қарап отырсаңыз, осы
біздің өнімдерден артық өнім жоқ. Мен мына соның ішінде батыстың жігіттері, батыр жігіттері дейміз, иә, құлатып тастаса да тұрып қайтадан жығылған күреске тоймас деген бар ғой қазақта. Қайтадан мен осыған жетемін, мен халқымды жадан жақсартамын деп қайтадан ұрандатып шығып отырған жігітті біз неге қолдамаймыз? Айтыңдаршы қазағым. Бәріміз де осы бір негізі қарға тамырлы қазақпыз дейміз ғой. Бәріміз тамырымыз бір ғой, бір туғанбыз ғой негізі. Біздер бөлінбеуіміз керек. Бір туғанбыз. Бір қазақ шықса, біз соныкі дұрыс болса да, бұрыс болса да қолдауымыз керек. Бір қазақ бір нәрсе ашты ма, қолдауымыз керек. Негатив айтпауымыз керек. Сондай неде болсақ, бізде ауызбіршілік болса, біз қазақ елі дамимыз. Біздердің көбіміз айтамыз ғой, қазақтың анаусын көтердік, мынаусын көтердік, бәрі тоқтап қалды дейміз. Оны тоқтатып жатқан өзіміз ғой. Барымыз әйеліне жазамыз, ананы ақша бердік, мен дым алған жоқпыз, мынаған бердік, дым алған жоқпыз деп өзіміз әрекет етпейміз. Ал енді мынау келіп жатқан дүние сетевой емес. Соны түсіңіздерші, сетевой емес. Клубный система деп жатыр. Шетелдің өмірін әкелем деп отыр, иә. Осы шетелдің адамдарына қызығамыз ғой. Үнемі бір проблема жоқ сияқты өмірлерін қарасаң. Кофелерін ішіп, одан қалды анда томында қыдырып жүреді, иә. Сол нәрсені Қазақстанға әкелем деп отыр ғой. Мына қазақтың кредиттен құтылатын уақыты, үй жалдаудан құтылатын уақыты келді. Мына үнемі бір қарап отырсаңыздар айтады ғой, қазаққа бір жас жігіт келеді. Сол бәрін қазақты қиындықтан шығарады деп айтып жатыр ғой. Мен кейде ойлаймын, біздер президент күтіп жүрік қой. Бір керемет президент келеді де бізді алып шығады деп. Мен ойлаймын, осы жігіттер ме деп сол. Себебі осы клубта бәріміз мүше болып осы клубты қолдасақ, сізге де бізге де жететін байлық бар. Қарап отырсаңыздар, біздер әлгі сетевойда миллион деп шабамыз ғой. Бұл жерде миллион емес, миллиардтар тұр. Және бәрін соңғы Қазақстанның заңымен жасап қойған. Қазір бүкіл сетевой тексерісте келесі жылда тексеріледі. Тек қана қалады, өзінің заводы бар, Қазақстаннан шығып жатқан компаниялар қалады, қалғанның бәрі жабылады. Ойламаңыздар, ана лимон, әлгі не зат, ана гринлеп деп хит болып жатыр ғой, олардың бәрі жабылады ертең. Сосын менің айтайын дегенім, біздің өнімге бүкіл дүние жүзі ғашық. Бізден шығып жатқан жерасты байлығымызға да Америкаң да, Қытайың да, Жапонияң да көз тігіп отыр. Біздерде жақсы компаниялар бар ғой, Қазақстанның өнімдері бар ғой, шығып отырған, даже соған патенттеп алғысы келіп отыр. Қазір мына мен риза боламын Шарманов атамызға, өмірден өтті ғой, иманды болсын. Риза боламын, мына Қазбатты басқарып, мына содан бізге бүкіл Қазақстанға саумалы керек пе, тмині керек пе, шөбі керек пе, жусаннан жасалған бәрін шығарып беріп отыр ғой. Біздер оны менсінбей отырық та көбіміз. Сол өнімдер біздің байлығымыз, ол шетелге кетіп, біздің шетел қалай ішіп жатқанын сіздер көрсеңіздер ғой. Қазір мына клубқа келіп жатыр. Клубта біздің Қазақстанның өндірушілерін қолдаймыз дейді. Оны айтсаң, қазақтар айтады, бізде дейтін нәске шықпайтын Қазақстанда. Ол қайдан шығады? Ол қайдан алып ат дейді. Бізде Қазақстанда бәрі шығады екен. Мына ақтөбеліктерге айтамын мен де. Ақтөбенің жігіттері ашып атқанда ат ойлап шықпайсыздар ма? Жалауларыңды көтеріп, біздің жігіттер, біздің Ақтөбе деп жатпай. Ал мына Тараздан шығып жатқан өнімдер, мына Топ Лайф деген компанияның өнімдері заводы, шампундары қандай. Өткенде біз Оралға барғанда Ақтөбенің қыздары алып келіп, өздерінің жуынып жүрген шампунын. Ана жерде адамдар таласып қалды. Бір адам деген сатып алды, Ақылес ханымнан тартып алды, даже қолынан. Маған бер, мен сатып алам, пайдаланған, жартылай пайдаланған дүниені сатып алды. Ашып қарасақ, густой, иіс қандай бұрқыраған. Союздың кезінде өстік қой көбіміз. Союздың кезінде сондай шампундарды көрдік қой, 3 күнге дейін басыңнан иісі кетпейтін еді ғой. Білесіздер ме, Совет үкіметі кезінде басымызды аптасына бір жуатын едік қой. Қазір күн сайын жумасақ, басымыз шірейді де кетеді ғой. Білесіздер ме? Ал сол кезде шампундар деген 3 күнге дейін, 4 күнге дейін басыңнан иісі бұрқырап тұрушы еді ғой. Дәл сондай иісі бар шампундар шығып жатыр. Табиғи, экологиялық таза деген нәрсеге көп көңіл бөліңіздер. Біздердің қазір ауру неге күшейді? Біз Қытайдың өнімін қолданып жатыр. Өзіміз білмейміз. Бизнес үшін бір-бірімізге тек сатып жатыр. Бірақ онкология жасарып кетті. Ол неден болып жатыр? Оны зерттеп жатқан адам жоқ.
тамағымыздың бәрі Қытай, соны ішіп жатыр. Біздің күрішіміз Қытайға кетеді екен де, біз Қытайдан күріш аламыз екен. Ойлаңыздаршы. Когда өзімізде күріш тұрғанда біз неге Қытайдың күрішін жеуіміз керек? Алмаңыздар деймін да. Сіздің махаббат. Алмаңыздар. Енді мына клубты, ашылып жатқан клуб, бұған сіздер екі жақты тіркеле аласыздар. Біріншісі, клубтың абонентский картасы бар. 1 жылдық, 3 айлық. Пробный қарайын десеңіз, 3 айға 4.500-ға сатып аласыз. Ол карта дегенде қолға берілетін карта емес. Ол телефондарыңыз ішінде сайтта тұр. Сіздерге реферальный ссылкамен тіркелесіздер шақырған адамға. Сол картаны сатып аласыздар да, ішінде магазин бар. Магазинде клубқа тіркелген кезде сізге басқа баға тұрады. Ол жерде қазіргі уақытта данный время күнделікті үйге қажетті өнімдер тұр. Шампунь, сабын, жаңағы порошок, ыдыс жуатын фери сияқты, сондай әртүрлі балалар жуындыратын нәрсе, сондай әртүрлі үйге күнделікті қажетті нәрселер тұр. Клин бізде не болады? Ол магазинде тамақта болады, детский питание да болады, киім кешекте болады, электро товарларда болады. Оказывается, осылардың бәрі біздің Қазақстанда шығады екен. Оның бәрі шет елге экспортталады екен. Біздің өзімізге емес. Енді бұл жердегі біздің жігіттердің мақсаты, біздің өндірушілер өнімді қайда сатам деп қиналмасын, біздің үме маркет арқылы сатсын. Ол үме маркеттен халықта өндірушінің бағасымен алсын, өндірушіге де жақсы, қайда сатам деп бас қатырмайды, халыққа да жақсы, мен қымбат бағаға алмаймын. Ортадағы делдалдың бағасымен базардан, супермаркеттен бірнеше сомға алмаймын. Тікелей өндірушіден әрі таза, әрі сапалы өнімді алам. Оған да ыңғайлы, үкіметке де жақсы. Үкіметке салық төленіп жатыр. Ақшамыз Қазақстанда қалып жатыр, өндіруші көбейіп жатыр, Қазақстанның өнеркәсібі дамып жатыр. Халықтың да жағдайы жақсарып келе жатыр. Әсіресе мына қарапайым орта, сіз бен біздер, зарплатымыз 200 мыңнан аспайтын, одан қалды пенсионерлер 100 мың, 150 мыңнан аспайтын адамдарға бұл қолжетімді баға. Түсіндіңіздер ме? Қазір сіздер бір 100 теңге арзан болса, сол үшін оптовый базарға барасыздар, бір 100 теңге, бір зат 100 теңгеге арзан болса, сол үшін автобусқа мініп алып, соған барасыздар. Ал мына жерде 80%-ке дейін арзан бағамен берем деп отыр. Енді қараңыз, сіз 4.500-ға пробный алатын болсаңыз, 3 ай жаңағы өнімді, мысалы 1000 теңгенің шампуны деп айтайықшы, ол базарда 1000 теңге, супермаркетте 1000 теңге. Біздің клубта ол 800 теңге тұрады. Біздің клубта тіркелмеген адамға да 20% төменгі бағамен тұрады, 800 теңгеден тұрады. Ал ол жерге сізге де ыңғайлы, қарап тұрсаңыз, 800 теңге, мынау базарда 1000 теңге ғой, 800 теңге арзан екен деп ала да саласыз. Ал егер сіз клубтың картасын алсаңыз, сіз 500 теңгеге алуға мүмкіндігіңіз бар. Сонда разницасын байқадыңыз ба? 500 теңге сіз ұтасыз. Ойдай разницасы бар. Клубтың картасын алсаңыз, 1 жылға 15 мың, 3 айға 4.500. Ал енді біз клубқа мүше болыңыз деп шақырып жатырмыз. Ол неге? Егер сіз клубқа мүше болсаңыз, сізге бүкіл мүмкіндік ашылады. Бұл тек қана ертең турлары бар, сабақтар бар. Алда уақытта айтып жатыр, 50% скидкамен санаторияларда демалуға мүмкіндік бар дейді. Солардың бәрінен алуға сізде мүмкіндік бар. Ол жерде қараңыз, сіз бәрібір ана шампунды арзанға 500 теңгеге алғасыз, көршіңіз бар, тума-туысыңыз бар, бөлек тұратын келін балаңыз бар, бәрін айтасыз. Ойбай, ана жерден барып ал, 500 теңге, базарда ол 1000 теңге деп. Я болмаса үйіңізге келгенде, ана шампуньды көргенде қызықпайтын адам жоқ. Даже ана стиральный мен көрген жоқпын енді, бірақ қыздардың айтқанын айтайын, ақтөбелік қыздар алып пайдаланып жатыр ғой. Ленор сияқты порошоктарының иісі деген прямо күшті дейді да, үйге ілгенде үйден освежающий не шашып қойдыңыздар ма деп сұрайды дейді. Жаңа иісі керемет дейді да. Киімдерден жақсы иіс шығады дейді, хош иіс. Негізгі табиғи нәрсенің иісі сондай болады. Біздер қымбат духойларды аламыз ғой, 70 мыңдарға устойчивый деп, иісі 5 күн тұрады, 10 күн тұрады деп, ол табиғи. Көрдіңіз бе? А мынау да дәл сондай. Ал көп жағдайда біздерде ұшып кетіп жатады, ол сапасы төмен. Разовый сияқты,
сапасы. Енді қараңыз, клубқа мүше болсаңыз, клубтың мүше болуы 30 мыңнан басталады. Кіруі 30 мың, 60 мың, 150 мың, 300 мың. Енді жаңа тіркелгеніңіз үшін компания сізге осындай жантақ береді. 30 мыңға бір жантақ аласыз. Бұл жердің бір кереметі, бұл жерде активация деген жоқ ай сайын. Бинар деп ойбай, артымда ана тұрып қалды, ананы көтерем, мынаны көтерем, я болмаса бір аяғым ақсап қалды деп, ана сетевойдағы сияқты шауып жүрмейсіз. Өзіңізге шақырасыз, тікелей линия. Тікелей шақырасыз, 30 мыңға келеме, 60 мыңға келеме, 150-ге келеме. Адам келеді ғой, 30 мыңға шақырсаңыз, сізге реферальный бонус 6 мың теңге түседі. Өзіңіз 30 мыңда тұрып. Ал ол кісіден реферальный бонус 6 мың түседі, плюс командный бонус 1000 теңге түседі. Ал бір адамды 60 мыңға шақырсаңыз, сізге 12 мың теңге түседі. Командный бонус 2 мың теңге түседі. Ал 150-ге шақырсаңыз, сізге 30 мың теңге ақша түседі. Командный бонус 5 мың теңге түседі. Ал 300 мыңға шақырсаңыз, сізге 60 мың ақша түседі. Командный бонус 10 мың түседі. Өзіңіз 30 мыңда тұрсаңыз да. Біздерде сетевойда кішкентай пакетте тұрсаңыз, үлкен пакетке шақыра алмайсыз ғой. Көрдіңіз бе, ұтылып қаласыз. А мұнда сіз кішкентай пакетте тұрсаңыз да, үлкенге шақырсаңыз, сондай ақша аласыз. Енді командаңыздан, артыңыздағы адамдарда 30-ға келіп атса, 1000 теңге түсе береді адамдарыңыз адамынан. 150-ге келсе, 5 мың түсе береді. Жаңағы 60-ға келсе, 2 мың түсе береді. 300-ге келсе, 10 мың түсе береді. Енді біз неге 60-ға, 150-ге, 300-ге өтуіміз керек? 30-да тұрсаңыз, 3-ақ уровень табыс көресіз. Мен, мысалы, қазір шақырдым Әлия ханымды. Әлия ханым шақырды Жанар ханымды. Жанар ханым шақырды Роза ханымды дейік. Арғарай мен алмайым. 3 қатар болды. Алам, арғарай алмайым. Ал егер жаңа шақырған Әлия ханым 10 адам өзіне прямой шақырса, олардан ала берем. Жанар ханым өзіне 20 адам прямой шақырса, одан алам. Ар жағындағы Роза ханым 30-40 прямой шақырама өзіне, одан алам. Но ар жағындағы 4-ші қатарынан алмаймын. Түсіндіңіздер бе? Сол разницасы. Ал 60-та тұрсаңыз 6 қатар, 150-де тұрсаңыз 9 қатар, 300-де тұрсаңыз 12-ші қатарға дейін аласыз. Және 300-де тұрғаның артықшылығын айтайын. Біріншіден арқайып жатасыз. Болды, ана қашан артым көбейіп кетеді деп тұрмайсыз. Сіз білмейсіз глубинаңыз қалай жұмыс жасап жатқанын. 3 қатар реферальный бонус аласыз. Былай айтайыншы, сіз 300-де тұрсыз. 300-ге мен Әлия ханым шақырдым. Маған реферальный бонус 60 мың түсті. Плюс командный бонус 10 мың теңге түсті. Бір адамнан 70 мың ақша алам. Енді Әлия ханымды, Жанар ханымды 300-ге шақырды. Мен емес қой шақырған. Но ол кісі өзінің 70 мыңын алады, ал мен одан реферальный бонус 10 мың теңге алам, плюс командный 10 мың тағалам, 20 мың теңге просто тағалам. Ал Жанар ханым Роза ханым шақырды. Роза ханымнан өзінің жаңағы 70 мыңын алды. Ал біз жаңа Әлия ханым екеуміз 20 мыңнан ақша алып алдық. Егер Әлия ханым 10 адам шақырса, 10-нан 20 мыңнан алып шығам. Жанар ханым 30 адам шақырса, 30-нан алып шығам. Роза ханымда 40 адам шақырса, 40-нан алып шығам. Бұлай төмен емес, бұлай. Түсіндіңіздер ме? Өзіңе жеке тіркегеннен. Енді қазір біздер айтып жатырық қой, ашық қана құныққан жаман жоқ дегенде 3 қатар, 3 личный қойда қалғаны командаға берейік. Командамен жүргесін жерде біз бір-бірімізде отношение бар. Сыйлаймыз, жақсы, үлкен кісілеріміз бар арамызда. Салып береміз. Ол кісіге салып береміз, солай беріп жатыр. Ол енді сыйластық, ол өздеріңізге байланысты, командаларыңызға. Зато командаларыңыз, ол Риза апалар өзі шақырмаса да, сіз салып берген адамнан командасынан ақша алып отырады. Түсіндіңіздер ме? Енді команда болып әркім жасап кеткенде, командаңызбен 10 миллион товар оборот болғанда, сізге 3 миллионның тур бонусын береді. Оны ақшалай аласыз ба, әлде қыдырасыз ба, өзіңіз білесіз. 10 миллион деген дым емес. 300 мыңнан жасаған қыздар оны момент жасап тастап жатыр, 300-бен тіркейтін болса.
30-мен де жасауға болады, 60-мен де жүріп жасай бересіз. Жайлап команда біреу 60-ға келеді, біреу 30-ға келеді, біреу 150-ге келеді. Жайлап апгрейд деген бар. 30-да тұрып ақша түскен кезде, мысалы, 30-да тұрып, мен айтам, 3 адамды 300-ден шақырыңызшы. 180 мың, 210 мың ақша түседі. Алыңыз да апгрейд жасап алыңыз өзіңізге. Болды. Иә, жаңағы товар оборотыңыз 50 миллион болғанда, жаңа 10 миллион жасап қойдыңыз ғой, үстіне 40 миллион жасаған кезде сізге автобонус 15 миллион береді. Машина аласыз ба, или ақшалай аласыз ба, өзіңіз білесіз. Ал 250 миллион болған кезде 50 миллионның жаңағы үй дейді ғой, үйге 50 миллион ақша береді. Бірақ біздер оны жаңа 10 миллион жасайым, 50 миллион жасайым деп жұмыс жасап атқан жоқпыз. Біз команданың өзінен күнде табыс түсіп жатыр. Апта сайын, мысалы мен өзім 100 мыңның үстінде ақша алып отырмын апта сайын. Ал мен оған да қуанам, Аллаға шүкір деймін, Аллаға шүкір деймін. Ал біреулер 500 мың алып жатыр, біреулер миллион алып жатыр, біреулер живая очередь деп нетіп жатқандар алып жатыр миллионды. Но қыздар мен живая очередь қоймаңыздар. Көмектеңіздер командаларыңызға. Живая очередь дегенге сенбеңіздер. Живая очередьпен келді, мен Атырауда товар беріп отырмын ғой. Живая очередьпен тіркеліп едім дейді, спонсорымды танымаймын дейді, артымдағы адамды да танымаймын дейді. Сізге бір линия бүйтіп қойып берді, но сіздің екінші қатарыңыз болу керек қой, все равно. Сіз кіммен жұмыс жасайсыз? Ертең ол кісілер жұмыс жасамай қалса, сіз де қалып қоясыз, артыңыздағы адам. Ал мына жерде сіз өзіңіз білесіз ғой, жаңа шақырған адамыңызды, подружкаңызды шақырдыңыз, өзіңіз танитын, мысалы, бір адамыңызға тіркелдіңіз, оны да білесіз, шақырған адамыңызды. Біреуге тіркеліп берген жоқ сізді апарып. Артыңызға өзіңіздің танысыңыз шақырдыңыз, айту, ертеңгі не істеп жатсың? Әлия ханым, не істеп жатсың? Давай қозғалшаш, адам тіркешеш деп сөйлейміз. Үстіміздегі, мысалы, мен Ақылеске тіркелдім ба, Ақылестен біліп отырамын, Ақылес не істеп жатсың? Анау көмек керек десем, Ақылес спонсорыма шығамын. Ал сізді қазір мен аламда өзімнің бір адамыма апарып тіркеп қоямын, оның кім екенін сіз білмейсіз. Артынан тағы да живая очередьте тағы бір адам салып берем. Болды. Одан кейін оған да бір адам салып берем, білмейді. Кіммен сөйлесесіз? Қаласыз. Сондықтан негізі ондай нәрсеге қызықпаңыздар. Ол уақытша дүние. Бір рет алып тастайсыз, ана кісі бүйтіп 100 мың алыпты. Мынау шынымен де маған түсіп тұр ма деп сұрайды менен. Иә, түсіп тұр. Командный бонус түскен ғой, бүйтіп бірінің артына бірін тіркеп бергенге. А бірақ ары қарай дальше не істеймін? Ол кісілер жұмыс жасамай қалса ше. Қалып қоямын ғой. Солай ма? Сондықтан бұл жерде дезинформацияға, сосын жалпы андай нәрселерге көп қызықпаңыздар. Менің командама кел, алтын берем, күміс берем, адам салып берем, бүйтіп берем. Бұл жер сетевой емес. Бұл жерге мен айтам, көршіңді де шақыр, құдағайыңды да шақыр, сетке өмір шақырмайым деген апаңды да шақыр, жеңгеңді де шақыр, даже бөлек тұратын қызың бар ма, шақыр, келінің бар ма, шақыр. Неге? Каждының үйінде әркімнің қазаны бөлек пе, оның үйіне порошок керек, памперс керек жас келіндерге, сабын керек, тамақты ертең алады. Сонда сіздің карточкамен алып жүрмейді ғой. Алыңыз, табиғи, таза өнім келіп жатыр. Алыңыздар де. Только сіз арқылы тіркелсін де алсын, пожалуйста. Олардың бәрі клубқа мүше болса, клубқа мүше болудың артықшылығын айтайын. Адам шақыра аласыз. Адам шақырып, адамның бәрі клубқа мүше болмай ақ қойсын. Сіз арқылы ана карточканы алып, өздеріне алып отыратын болса, сізге ақшалай бонус түсіп отырады. Даже сіз ертеңгі күні адамды жинап тастасаңыз командаңызға, иә, ертең сіз сол сабынды, порошокты тегін алып отыруыңыз мүмкін. Ішіңізге түскен ақшадан алып отырасыз ғой, бонустан. Хоть 100 теңгеден түсінші бір нәрседен. Иә, сіздің артыңызда 100 адам бар дейік, 100 адам сіз білмейсіз. Қайсысы бүгін шампунь алып жатыр, қайсысы бүгін келіп памперс алып дегендер шақ келмеген дүниелер. Ертең бәрі алады. Табиғи мақтадан жасалған таза памперс тұрғанда біз неге жаман памперсті саламыз? Ойлаңыздар, қазіргі барда машонкалары күйіп қалған зәрге. Қазіргі химиялық жолмен памперсте, прокладкаде химиялық жолмен жасалынады. Жаңағы зиянды отходтардан жасалады. Білесіздер ме? Сондықтан олардың пайдасынан зияндар көп. Сол себепті табиғи нәрсе біздерде бар ғой негізі. Бар, бірақ олар қымбат тұрады. Қымбат тұрады, иә? 1000 теңгенің затын алғанша біз 200 теңгенің затын алғымыз келіп тұрады.
түсіндіңіздер ме? Ал мынау біздерге қазір келіп жатқан дүние, бұл деген біздердің өмірімізді өзгертеді. Біріншіден қазір мына әсіресе мына 50-ден асқан апалар, ағалар отырсақ, біздер асарымыз асадық қой, жасарымыз жасадық шынына келгенде. Енді ұрпақ үшін өмір сүрейікші. Қалған ұрпағымыздың дені сау болсын деп, осы үмедегі заттарды алып, соларды қолданып, соларда ертең келеді, тамақ келеді. Мына шемешкі май деп жатыр, күнделікті тамаққа қолданып жатқан. Соның табиғи тазасы бар екен Шымкентте шығатын. Соны алайық, өзіміздің күрішті пайдаланайық. Бізден ет те шығып жатыр, таза колбаса да шығып жатыр. Соның бәрі ертеңгі күні бізде болады. Соларды жейік та. Бізге не керек Қытайдың нәрсесі, біз керек өзге елдің дүниесі. Өзіміз жігітті тыңдасаңыздар, мен бір-ақ рет жарты сағат сөйлестім осының основательмен, бірақ өте жақсы қабылдадым. Менің өзім сетевик болсам да, армандап жүрген нәрсем бар еді. Қазақтың қашан бір анаусы да бар, мынаусы да бар, бәрі бір мен де бай болатын, артымнан ерген адам да бай болатын, бір жақсы нәрсе қашан келеді екен деп жүр едім. Алла тағала берді, міне берді. Мына мен сетевойды жасай алмаймын, мен адам шақыра алмаймын, мен статус жаба алмаймын деген адамдарға міне керемет дүние. Бәріне керек мына заттар, осы затты алғызу арқылы сіз табыс табасыз ғой бұл жерде. Тек қана бір элемент қой сетевойдың, адам шақыру осы жерде. Бірақ басқа сетевойдағы сияқты бал жаса, активация жаса, золоты бол, артыңнан золоты шығар, мынадай бал жаса, сонда жетсін деп атқан жоқ. Түсіндіңіз бе? Сіз бұл жерде адамды тамақ алуға шақырасың, таза табиғи. Үйге қажетті затты алуға шақырасыз. Болды. Келді, мен арқылы ал де, болды. Сіз арқылы ала берсе, сізге ертеңгі күні табыс түседі. Болды. Басқа разница жоқ. Бұл жерде қарапайым айтқанда, қалай шақырам дейді. Мен өзім солай айтар едім, қарапайым. Оған анадай, мынадай бастың қажеті жоқ. Мына адамдарға қазір табиғи нәрсе десе бәрі жақсы ғой. Ертең күні алдағы уақытта үйге де доставка жасаймыз деп жатыр. Санаторияларға неге демалмасқа? Демалыңыздар. Шетелге шығарам деп жатыр. Клубқа мүше болғанның бір несі, клубқа мүше болғандарға тек қол жетімді болады. Мысалы, алдында айтылды ғой, Таиланд, Вьетнам дедім, ұмытып қала беремін, екеуін шатастырып, Астанадан ұшу, Вьетнамды мысалға алып қарапты. Вьетнамға Астанадан ұшу дейді, самолеттің бағасы 27 мың теңге дейді. 27 мың теңге дегенде мен Атыраудан Астанаға ұшып көрмеппін ондай бағаға. Ондай баға жоқ қой біздің Қазақстанның ішінде самолетке. Астанаға пойызбен барудың өзі 30 мыңға шығады бізде. Ал сондай баға бар екен, 27 мыңға ұшасыз, 27 мыңға ұшып келесіз. Ал демалатын отельдер өзің санатына қарай, комнатына қарай 2 мың, 3 мың, 4 мың. VIP дегендердің өзі 4 мың болып тұр ғой. Сонда сіздер біз 1-7-ге 400 мың, 500 мыңға аламыз тур агентстволардан. Ал мына жерде сіз 40 мың теңгеге 10 күн арқайып, все включено болып демала аласыз. Самолетіңізді қосқанда 100 мыңға вот так демаласыз, 200 мыңға 2 адам болып барып келді. Семьяңызбен кетіп қалуға болады ғой даже. Ал 400-500 мыңға біздер оны 400-500 мыңға тур агентстволардан аламыз, оны рассрочкамен аламыз, оның процентін төлейміз. 1 жыл жұмыс жасаймыз соны алу үшін. Сосын құрсыншы демалайықшы деп, өзімізден аяймыз ба деп 1 миллионды береміз деп барып келеміз. Сосын 1 жыл сол миллионды төлеп жүреміз, солай ма? А мына жерде клубқа мүше болсаңыз, сіз соған мүмкіндік аласыз. Алдағы уақытта көп нәрселер жасайым деп жатыр. Мына жерде сетевиктер болса, маркетинг жақсылап қарасаңыздар, бұл жерде миллион емес, миллиард ақша бар. Дұрыстап сосын тыңдасаңыздар, дейді, 30 мыңмен отырғандар аптасына миллион ақша шығарады. Ал жаңағы 60-та отырғандар аптасына 2 миллион шығарады дейді. 150-де отырғандар аптасына 5 миллион шығарады, 300-де отырғандар аптасына 10 миллион шығарады дейді. Шығара аласыздар дейді. Сонда ойлаңыз, аптаға 10 миллион ақша шығады деген сөз ғой бұл жерде. Артық шығара алмайсың дейді, 10 миллион артық ақша шығара алмайсыздар, лимит дейді. Түсіндіңіздер ме? Сонда ондай ақша бар деген сөз. Және сол ақшаны алып отырып дейді, сіздерге ақшадан ақша жасауды үйретемін дейді. Бұл кісі осыны ашып отырған адам айтады.
кәсіпкер қылам дейді, сіздерді оқытам дейді. Ал түсіндіңіздер ме? Алдында мына Агушаны айтып мысалға алды. Агуша деген детский питание бар ғой, Россиядан келеді екен. Оның іші дейді тұрған алмұрт пен алма ғой дейді. Ол алмұрт пен алма біздің Қазақстанда да өседі. Сол нәрсені мен сізге шығар деп ұсынар едім дейді. Қытайдан кезінде сонда Алибаба айтқан екен, сіздер шығарыңыздар, сатыңыздар деп. Ол реклама, жарнама жасау арқылы, сайт жасау арқылы сондай дамыған, сондай бүкіл дүние жүзіне таратқан ғой. Қазіргі кезде көріп отырсыздар ғой, Қытай қалай сол арқылы байыған. Бізде де айтады да, сіздің өнімді қайда сатамын деп бас қатырма дейді. Не шығарсаң да. Мен өзім соған жұмыстанам дейді. Одан қалды, мына сіздің магазин ашсаңыз да, боттар арқылы, жаңағы таргет деген сияқты арқылы сіздің бизнесіңізді дамытуға көмек қылам дейді. Көрдіңіз бе, алда да сондай нәрселер болады. Тағы да кешбек, мына QR-код сияқты нәрселер, жаңағы рестораннан тамақ ішу, скейткімен автобустарға міну, бонуспен деген сияқты нәрселер, сондай нәрселер болады. Қазіргі бұл жаңа ғана басталды ғой. Басталған 7 августіде ашылды официально. 4 жылдан бері дайындап жатқан дүнием деді маған айтқаны. Мен өзімнің айтқанымды айтайын. Кісінің сөзі керек жоқ маған, иә. Мен өзім лично сөйлестім, себебі айттым, қыздар басында берген жоқ нөмірін основатель. Мен айттым, мен халықты жинап атым артымнан. Ертеңгі күні тұрып қалса, кім жауап береді? Дайра жаман, сен бәріміз шақырған дейді. Оны компанияның иесін іздемейді ешкім. Бізде солай ғой, любой сетевойда. Сен шақырдың, сен деп өзіңе шабуыл жасайды. Сол үшін мен основательді бір ауыз көрмесем де дауысын естейін дедім. Аллаға шүкір, осы жасқа дейін көргеніміз бар, ұққанымыз бар. Жарты сағат сөйлесіп, адамның қандай екенін білуге болады. Сол жарты сағатта мен ол кісінің, ол жігітке адами тұрғыда андай ғашық болдым дегенде қалай енді махаббат емес, сондай қатты жақсы көріп қалдым. Сондай білімді бала екеніне, сауатты адам екеніне. Мына баланы бүйтіп алақанға ұстауымыз керек та, қадірлеуіміз керек, қорғауымыз керек, қолдауымыз керек. Оны сізбен біз қолдамасақ, кім қолдайды? Қытай келіп қолдамайды, түрік келіп қолдамайды, тағы бар, Америка қолдамайды. Олар өздерін алып кетпесе. Сондықтан біз қолдауымыз керек. Бұл кісі заң жағынан да, басқа жағынан да бәрін қойдым, апа. Ешқандай қорықпаңыз. Жаңағы 4 жылдан бері дайындап жатқан дүнием бүгін пайда болған жоқ деді. Түсіндіңіз бе? Сол сөзі маған өтті. Айтқан сөздері маған өтті. Сол сөзімен мен атойлап жұмыс жасап жатырмын. Айта қолдаңыздар. Қашанғы біз өзіміздің Қазақстанды қолдайтын уақыт келді. Оны сізбен біз қолдамасақ, ешкім қолдамайды. Қазір неге сетевой тексеріп жатыр, білесіздер ме? Осыдан маған 2 жыл бұрын айтқан. Осы бізде ақша жоқ. Сол үшін оларға заң қойды. Олардың заңын мен шет-шепірін көріп қалдым. Егер ана заңды қарасақ, бинар дегеннің өзі пирамида считается. Ал енді анаумен қарап, ананың бәрін тексеретін болса, бүкіл сетевой жабылады. Және ол сетевойларға тексеріс кіреді әуелі. Гүрлеп жатқан сетевойларды тексереміз деді. Ол кіргенде тарс етіп бар жауып тастамайды. Оның ішінде жүр қазір, бәріміздің ішімізде адам жүр, қарап жүр, партнер болып жүр арамызда. Любой компанияда жүрсеңіздер, сіздерге айтып қояйын, құлақтарың алтын сырға. Жүр ортамызда. Зерттеп барып жабады, тексеріске түседі. Және қалады қандай компания? Өндірісі бар. Өзінің Қазақстанда ашылған өзінің өндірушісі бар. Өндіріс заводы бар. Ондай бар ма бізде? Болса, солар қалады, қалғандары жабылады деген сөз. Сондықтан біз сетевойдың да уақыты тоқтайтын, таяп жатқан сияқты. Адам заман өзгергенсіне қарай заманның ағымынан қалмауымыз керек. Мына клубный нәрсе сетпен жүрген біздер сияқты адамға бұл жақсы ма деп ойлаймын, түсінген кісіге. Біздер уже мынадан мынаған келдік уже. Біз сонда ертеңгі күні депрессияға түспейміз, сет тоқтаған кезде. Біздер уже мынада бармыз. Біз өмірімізді уже келесі сатыға өзгертіп жібердік. Көрдіңіздер ме? Сондықтан айтыңыздар, өмеге мүше болып алыңыздар. Осы жерден табыстарыңыз табыңыздар.
ертең 1-2 жылдан кейін бұл да сет құсап жүрмейсіздер дейді, адам шақырмайсыздар. Уже адам өзі келеді, жаңағы доход алатындай возможностьқа жеткіземін деп отыр. Басқа жақтарына көше бастаймыз дейді да, халық жиналғаннан кейін. Сосын шетел ашылады деп отыр. Біздің өнім шетелге шығады деп отыр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да қазірден бастап басына тұрып, қазіргі 1%-іне кіріп тұрсыздар сіздер, 1%-іне. Сол 90 емес 1%-іне тұрыңыздар. Соған барша қазағым тұрса екен деймін. Мен өзім чатты ашқанда мықты лидерлерді шақырған жоқпын. Қарапайым халықты шақырдым артында жүрген. Сіздер тұрыңыздаршы осы компанияның басына. Сіздер алыңыздаршы дедім, бірақ қарапайым кейбір адамдар оны түсінбейді екен. Басына тұру дегенді. Біздерге ренжиді ғой. Өздерің басына тұрып алып, аласыңдар да, сосын біздер баймаймыз деп, иә? Ал енді байыңдар, тұрыңдар десең, кейбір адамдар оны қабылдай алмайды екен. Әлі несі жоқ, магазин ашылсыншы, Атырауда қашан ашылады, магазин ашылсын, анау табыс алсын, сен ал табысты, сосын көрем, сен дәлелде дейді. Түсіндіңіздер ме? Дәлелдейміз, әрқайсымыз дәлелдеуіміз керек. Сіз келіп өзіңізге команда құрып дәлелдеуіңіз керек. Мен келіп команда құрып дәлелдеуім керек. Сонда ғана дәлел болады. Сіз кіріп келіп дәлелде деп қалай айтасыз? Өзің кір де дәлелдеуің керек қой. Өзіңнің біреуге ақымақсың деп айтса, кәдімгідей ренжиді, иә? Ал ақымақ емес дейін десең, сауатың төмен десе, ренжиді кейбір адамдар. Ал сауат төмен емес десең, қарапайым сондай ойлауға миы жетпей тұрады. Сен жет әуелі, сен дәлелде, сен маған адам салып бер, сен көмектес дейді. Олар дұрыс емес тактика. Қазір мынау қарапайым адамға өте жақсы жасалынған дүние. Сондықтан осы жерде енді мен қазақша айтып жатырмын, орысша түсіндіре алмаймын. Қазақша жеткізе алдым десем, жүректеріңізге жеткізе алсам, ояныңыздар. Бұл өзіміздің компания, өзіміздің жоба, керемет жоба. Бір күнге келген жоқ. Бұл деген бір күнге келген жоқ. Оны қолдайық дегім келеді. Мен қазір шынымды айтсам, бір айдан бері ұйықтағым да келмейді. Түнде тұрғызып алып үмен айт десе де айта берем. Айта бергім келеді. Қазір де тоқтамастан сөйлеп отырмын ғой. Мен дайындалмаймын ешқандай да. Мен өз ойымды айтам. Әркім өзінің ойымен жеткізсе, жүректен жүрекке жетеді деп ойлаймын.